Ертегілер елінде Бақа ханзада. Баяғы өткен заманда бір өте бай патша өмір сүріпті. Оның жар дегенде жалғыз қызы болыпты. Ханшайым құнды әшекей бұйымдарды жақсы көреді екен. Тіпті ойыншықтарына дейін алтын мен күмістен жасалып, неше түрлі асыл тастармен, інжу маржанмен безендірілген еді. Ең сүйікті ойыншығы кішкентай алтын шар болатын. Патшаның сарайы да алтыннан құйылған кірпіштерден қаланған. Сарайдың айналасында неше түрлі ағаштар мен гүлдер өсіп тұр. Бұлбұлды бақта су бұрқағы бар. Ханшайым ыстық күндері сол жерде отырғанды ұнатын. Ермегі алтын шары. Шарды аспанға атып, қайта қағып алып уақытын өткізетін. Су бұрқағына жақын жерде тоған бар еді. Бір күні ханшайым қолындағы шарын абайсызда тоғанға түсіріп алады. Еңкейіп алайын десе, тоғанның түбі терең екен. «О Құдайым, алтын шарымды қалай шығарып аламын?» деді ханшайым жылап отырып. Сол кезде бір дауыс: «Ханшайым, неге жылап отырсың?» деп сұрады. Дауыс шыққан жаққа бұрылып қараған ханшайым судан басын шығарып, өзіне үңіліп қарап тұрған Бақаны көрді. «Бақа да адамша сөйлейді екен-ау», деді ханшайым таңырқап. Содан соң көзінің жасын сүртіп: «Менің алтын шарым тоғанға түсіп кетті, сол үшін жылап отырмын», деп сөзін жалғастырды. «Мен оны тауып, тоғаннан шығарып берсем, еңбегімнің өтеуіне не аламын?» деді Бақа. «Не қаласаң, соны аласың. Қаласаң інжулер мен асыл бұйымдарымды ал. Мүмкін алтын тәжімді аларсың», деп ұсыныс жасады ханшайым. «Маған тәждің қажеті қанша?» деп Бақа қарсы болды. «Егер сен менімен дос боламын деп уәде берсең, үйіңе түскі асқа шақыра. Бөлмеңе маған орын табылса, алтын шарыңды тауып берер едім», деген талап қойды. «Жақсы», деп келісімін берді ханшайым ойланбастан. Ханшайымның осылай деуі мұң еді. Бақа тоғанға сүңгіп кетіп, көп ұзамай су бетіне шығады. Аузында алтын шар. «Міне ханшайым шарың», деп Бақа аузындағы шарды ханшайымның аяғының астына қарай лақтырады. Қуаныштан ханшайымның жүзі жайнап кетеді. «Енді менің шартымды орындайтын шығарсың», дейді Бақа. Ал дегеніне жеткен ханшайым шарды іліп алып, рахмет те айтпастан үйіне қарай жүгіре жөнеледі. «Тоқта, мен қатты жүгіре алмаймын ғой», деп Бақа айғайлап артта қалады. Бірақ ханшайым оған бұрылып та қарамады. Қуаныштан қиналған кезде қолын созған Бақаны әп-сәтте ұмытып кетеді. Бұл кезде түс мезгілі болып қалған еді. Ханшайым сарайға кіргенде қызметшілер түскі астың қамын жасап жатыр екен. Патша: «Қызым, қайда жүрсің?» «Дастархан басына жүр, түстеніп алайық», дейді еркелете шақырып. «Қазір әке, қолымды жуып келейін». Ханшайым қолын жуып, дастархан басына қарай бет алады. Сол кезде оның құлағына баспалдақпен біреудің су аяғымен шалпылдата басып, көтеріліп келе жатқан дыбысы келеді. Артынша: «Ханшайым, есікті аш!» деген дауыс естіледі. Ханшайым есікті ашады. Алдында жаңа ғана алтыннан тоғаннан алып берген көк Бақа тұр. Мұндайды күтпеген ханшайым қорқып кетіп, есікті жылдам жаба қояды. Қызының есікті тез жапқанын көріп тұрған патша ханшайымнан: «Ол кім келген? Тыныштық па қызым?» деп сұрайды. «Бәрі дұрыс. Келген бір жеркенішті Бақа ғой. Сені ұрлап кетпек бол бір дәу келіп тұрма десем?» дейді әкесі әзілде сұрақ қойып. «Ол неге келіпті?» Ханшайым әкесіне кешегі оқиғаны айтып жатқанда тағы да есік қағылады. Есіктің артында тұрған Бақа: «Ханшайым, есікті аш, мені ішке кіргізші», деп енді жалына бастайды.
ешбір жауап болмаған соң: «Қалайша сен кеше тоғанның қасында берген уәдеңді ұмыттың?» дейді. «Уәде Құдайдың сөзі. Берген уәдені орындау керек, қызым. Бақаны үйге кіргіз», деп бұйырады әкесі. Ханшайым әкесімен кетпесе де бұйрықты орындап, есікті ашуға кетеді. Сонымен Бақа сарайға кіреді. Үстел басына отырғысы келген ол ханшайымға: «Мені көтеріп қасыма отырғызшы», дейді. Қыз Бақаның айтқанын әкесінің көңілі үшін ғана орындайды. Бақа қыздың алтын ыдысынан тамақ ішеді. Ал қыз болса, Бақа қолын салған тамақты ішкісі келмей қалады. Бір кезде Бақа: «Енді жатып демалайын, мені бөлмеңе апаршы», дейді. Бақаның бұл сөзіне қатты ашуланған ханшайым: «Бақа, мен бір бөлмеде қалай ұйықтаймын?» деп жыларман болады патша қызына. «Басыңа қиын іс түскенде көмектескен жанның тілегін қашанда орындау керек, қызым», дейді жұбатып. Әкесінің осы сөзінен кейін ханшайым тағы да басылып қалады. «Жақсы әке», дейді де Бақаны саусағының ұшымен көтеріп өз бөлмесіне қарай бет алады. Патша айтқанын екі етпей орындаған қызының артынан сүйсіне қарап тұрады. Ханшайым Бақаны көтерген қалпы өз бөлмесіне кіреді. Бақаны еденге тастап: «Жеренді, әбден басындың ғой түге. Осымен мен өзімнің міндетімді өтедім. Құдай қаласа, таңертең оянғанда сені көрмеспін деп үміттенем», деп ұрсады да төсегіне барып жатады. Ханшайым ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде Бақаны жыртқанда шымалап жатыр екен. Қыз шошып оянады. Өңінде де құлағына Бақаның жылаған дауысы естіледі. «Саған не болды?» деп сұрайды одан ханшайым. «Мен тоғанда жалғыз өмір сүрем, сондықтан өзіме дос тілеген едім. Арманым орындалмады. Сен мені жек көретін сияқтысың. Маған тоғанға қайту керек шығар», деп мұңын шағады Бақа. Көрген түстің әсерінен бе, жоқ әлде Бақаға жаны ашыды ма, ханшайым жіберген қателіктерін түсініп ыңғайсызданады. Кереуеттің шетіне отырып: «Досың болуға саған уәде беремін», дейді. Бұл жолы ол уәдесін шын көңілмен айтады. Тіпті жеркенбей Бақаны қолына алып сүйеді. Сол-ақ екен, дүние бір сәт астан-кестен болғандай әсер береді. Ұсқынсыз көк Бақа сұлу ханзадаға айналып шыға келеді. Мұны күтпеген ханшайым аң-таң тына қалады. Бақа жігітке ес-түссіз ғашық болып, Бақа жігітке бағана қылықтары үшін ұялып, кешірім сұрайды. Бақа жігіттен кешірім сұрағаннан кейін жігіт те қызға: «Маған тұрмысқа шығасың ба?» деген ұсыныс айтады. Сөйтсе қыздың Бақа деп жүргені сиқырланған ханзада екен. Сиқырдың күші қыз Бақаны сүйгенде жоғалыпты. Ертеңде ханзада мен ханшайым патшаның батасын алып жолға шығады. Патша өзінің ең сүйікті сәйгүліктермен алтыннан жасалған күймесіға тартады. Ханзаданың әкесі билік құрып жатқан патшалыққа дейін шығарып салу үшін өзінің әскер басын қосып жібереді. Сонымен олар қош айтысып, әкесінің патшалығына жетеді. Ол жерде әкесі баласының жалғыз келмегеніне қуанып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Ал халқы сырнайлатып күтіп алады. Патша қартайған шақта ханзада елінің патшасы болып, ханшайым екеуі ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешіпті.